Құрметті оқушылар, ал енді келесі кезекте 12-ші сабақтың Б тобына байланысты жаттығулардың бірнеше есебін мысал ретінде қарастырамыз. Олай болса, 12-де 12-ші жаттығудың бірінші есебін қарастырайық. Бұл жерде біз өрнектің мәні айнымалылардың мәндеріне байланысты болмайтынын дәлелдеуіміз қажет. Яғни мұнда x және y деген айнымалылар бар. X, y айнымалыларына қандай мән берсек те, өрнектің мәні оған байланысты болмайды. Соны біз дәлелдеуіміз қажет. Ол үшін ең алдымен барлық жақшаларды ашып жазып алайық. Бірінші жақшаны ашқан кезде өрнектің таңбалары өзгермейді, өйткені жақшаның сыртында ешқандай да минус таңба жоқ. Демек, 50 минус 120x қосылған 76y болып өзі ашылады. Екінші жақшаны ашқанда да тура солай, өйткені жақшаның алдында плюс таңба тұр. Плюс таңба тұрса білесіздер, жақшаны ашқан кезде жақшаның ішіне өрнектердің таңбалары сақталады. 88x-тің таңбасы оң, ал 74y-тің таңбасы теріс. Үшінші жақшаның алдында минус таңбасы бар, сол себепті жақшаның ішіндегі өрнектердің таңбалары ауысады. 2y-тің таңбасы жақшаның ішінде оң таңбалы, ал сырттағы минуспен ол да теріс таңбаға түрленіп кетеді. Ал мұнда 33x-тің таңбасы минус болып тұр, жақшаның алдындағы минуспен ол плюсқа түрленіп кетеді. Тең. Енді ұқсас мүшелерін біріктіріп шығайық. 50 деген бүтін сан, бұл бүтін санға ұқсас мүше жоқ, қалған барлық сандардың айнымалылары бар. Сол үшін ең алдымен біз 50-дің өзін жазып алайық. Енді ұқсас мүшелерін біріктірейік. Мұнда минус 120x бар. Мұнда 88x. Екеуін бір-біріне азайсақ, минус 32x қалады. Мұндағы плюс 32x пен олар жойылып кетеді. Яғни бізде x-тар бір-бірімен қысқарып жойылып кетеді. Өйткені оларды қосып азайтқан кезде 0 қалады. Ал енді y-тарды көрейік. 76y азайтылған 74y. 2y қалады. Минус 2y пен y-тарымызда жойылып кетеді екен. Сонда бізде қалған сан тек қана 50 болды. Біз бұнан дәлелдеп тұрмыз, айнымалының саны қандай болғанына байланысты емес, біздің өрнегіміздің мәні 50 шығады. Өйткені айнымалысы бар өрнектердің барлығы бір-бірімен азайтылып немесе қосылып 0-ге айналып кетті. Ал 12-де 14-ші жаттығуға келетін болсақ, бұл жерде өрнектерді ықшамдауымыз қажет. Ол үшін ең алдымен жақшаларды ашып жазып алайық. Бірінші өрнектің жақшаны ашып жазатын болсақ, өзгеріссіз жазамыз, өйткені жақшаның алдында ешқандай да минус таңба жоқ. Ал екінші өрнектің жақшасын ашатын болсақ, таңбалары ауысады, өйткені жақшаның сыртында минус таңба бар. 4а кубтың таңбасы минусқа ауысады. 8а квадраттың таңбасы минусқа ауысады. Ал минус 11-дің таңбасы жақшаның алдында минуспен керісінше плюс 11-ге ауысып кетеді. Тең. Ал енді ұқсас мүшелерді біріктірейік. Мұнда а куб бар және минус 4а куб бар. Олар бір-біріне азайтылып, минус 3а куб қалады. Және де минус а квадрат пен минус 8а квадрат қосылып, минус 9а квадратты береді. Плюс 6, плюс 11. Олар бір-біріне қосамыз, сол кезде плюс 17 шығады. Мінекей осылайша біз бастапқыда берілген өрнекті жақшаны ашып, өрнекті ықшамдап шықтық. 12-де 15-ші жаттығуда да өрнекті ықшамдауымыз керек. Ал енді келесі кезекте біз 12-де 15-ші жаттығудың екінші есебін қарастырайық. Бұл жерде де ең алдымен жақшаны ашып жазып алайық. Бірінші жақшаның ішіндегі өрнектерді өзгеріссіз жазамыз. Екінші жақшаның алдында минус таңбасы болғанына байланысты жақшаның ішіндегі өрнектердің таңбалары ауысады. 7-тің таңбасы минусқа ауысады. 9b квадрат керісінше плюсқа, ал 18y минусқа ауысып кетеді. Ал енді мұнда ұқсас мүшелерді біріктірейік. 8b квадрат плюс 9b квадрат. Олар қосылып 17b квадратты береді. 17y минус 18y минус y қалады. Минус 11 минус 70 минус 81-ді береді. Сонда бастапқы өрнектің барлығын ықшамдап жазған кезде соңында мынандай бір ықшамдалған түрін алдық. Мінекей мысалдарды қарастырдық. Қалған есептерді сіздер осы мысалдардың негізінде шығара аласыздар.